Так, бір атомды спирттер. Бір атомды спирттер бұл құрамында бір гидроксид тобы бар қосылыстар. Яғни, біздерде кәдімгідей күмістіліктің молекуласы болады, и оның қасында бір оңбаса ретінде OH тұру керек. Енді, сонда құрамында сондай OH бар қосылыстарды біздер спирттер деп атаймыз. Ал олардың аталуы примерно былай болады. Сол баяғы түбірлерді қолданамыз, мет, эт, про, бут дегендерді, бірақ та ең соңына ол деген жұрнақ қойылады. Яғни, метанол, этанол, пропанол, бутанол, пентанол, гексанол, гептанол деген сияқты. Енді, қараңыз. Мысалға менде С1 OH, бұл мет деген түбір сөз, и соңында метанол болады. Қарай, мында С2, сондықтан бұл этанол болады. Мында үшеу, сондықтан қазір бір айтылатын сөз. Мында OH деген зат негізі оңбасар ретінде тұрған жоқ. Ол, оңбасар сияқты, бірақ та бұндай оңбасарлардың типін бізде функционалдық топ деп атаймыз. Сонда, қарай, оларды, егер естеріңізде болса, оңбасарларды бізде сөздің басында айтатын едік. Мында бізде сөздің соңында айтамыз, ол деп, и оның көрсетеміз. Этанол бір, метанол бір деген сияқты, и мындағы пропанол бір дегендей. Пропанол бір. Мында екінші орында тұр OH, сондықтан пропанол 2 болады. Мында төртеу бұл бут, бутанол 1. Мында бутанол 2. Енді, біз мында оңбасар бар. Екінші орында метил тұр. 2 метил, пропанол 1. Мында, екінші орында метил тұр. Метил, пропанол 2. Осы бізде спирттердің номенклатурасы. Спирттердің қалай аталуы керек екен түсінікті. И спирттердің соңында молекуласының аталуы түсінікті болған шығар енді қазір. Келесі слайд. Бір атом спирттердің жіктелуі. Қараңыз, бір атом спирттер үш типке жіктеледі. Бұлар біріншілік спирттер, екіншілік спирттер және үшіншілік спирттер. Енді мына спирттердің өкілдеріне қарап көріңіз. Қайсысы бірінші, қайсысы екіншілік, қайсысы үшіншілік. Әрине, ең бірінші тұрған бұл біріншілік. Біріншілік спирт деп аталады. Мынау екіншілік. Мынау үшіншілік. Енді, қараңыз, не үшін біріншілік? Өйткені біздерде OH-тың бекініп тұрған көміртегінде бір-ақ көші бар. Мында OH-тың бекініп тұрған көміртегінде екі көші бар. Ал мында OH-тың бекініп тұрған көміртегінде біреу, екеу, үшеу, үш көшісі бар. Көші деген кезде мен именно көміртекті айтып отырмын. Сонда егер бір көші болса, ол біріншілік, екінші болса екіншілік, үш көші болса, бұл үшіншілік спирт деп аталады. Енді бір атомды спирттердің изомериясы. Көміртек қаңқасының изомериясы. Тура сол баяғы. Егер естеріңіз болса, көміртек қаңқасының изомериясы дегеніміз бұл біріншіден көміртек тізбегінің просто бір көміртегін алып тастап, басқа жерге қойып тастау керекпіз. Болды. Ешқандай мында қиын зат жоқ. CH2, CH2, CH3 делік. Мында просто бете саламыз. CH3. Екінші орында OH-ымыз қала береді. Мында біреу, екеу, үшеу, төртеу, 5 көміртек қой. Мында төртеуін салдым. И бесіншісін просто мында қоя салам. Мында CH, мында CH, CH3, CH3. Сонда, по сути, екі спиртте біздерде С5 жалпы формуласы, H. С5, H11, OH болады. Енді екеуінің де молекулалық формуласы бірдей, С5, H11, ал құрылымдық формуласы
әртүрлі. Өйткені бізде көміртек қаңқасы бір-біріне ұқсамай тұр. Енді тағы да бір изомерленудің түрі, бұл OH тобының орналасуы бойынша изомерия. Бізде просто бүйте салуымызға болады. Так, CH3, CH1, OH, CH3 дей салуымызға болады. Немесе CH3, CH2, CH2, OH дей аламыз. Екеуі де мұнда C3, H7, OH болғанымен құрылымдық формуласы әртүрлі. Өйткені бізде гидроксид тобы бір жерде екінші орында тұр, бір жерде бірінші орында тұр. Осыны бізде OH тобының орналасуының изомериясы болады. Сөйтіп, бұдан басқа бір атом спирттердің классикалық изомерлері жай эфир болып келеді. Енді қараңыз, жай эфирлеу дегеніміз не? Жай эфир бұл тура сол оттекті қосылыстардың бірі, бірақ та оттек бұл жерде көміртектің орнында тұр. Енді бұндай қосылыстарды бізде жай эфирлеу дейміз. Мұнда бұларды атау үшін екі жақтағы просто радикалдардың атауын атау керек. Мысалға мұнда метил мен метил тұр, е? Сонда бұл диметил эфирі болады. Осының спирттік изомері бұл C2, H5, OH әрине. Яғни, егер бұны ашып жазатын болсақ, CH3, CH2, OH. Бұл оның спирттік изомері болып кетеді жай эфирдің. Мұнда бұл этанол деп аталады. Этанол. Жалпы, екеуінің де формуласы, құрылымдық формуласы мынандай болады сонда. C2, H6, O1. Екеуінің де құрамы бірдей. C2, H6, O1. Тағы да бір мысал келтірсек, мысалға C2, H5, O, CH3 десем. Мұнда менде этил, метил эфирі. Ал мұнда бұл, егер спирттік версиясын көрсетсек, бұл CH3, CH2, CH2, OH болады. Бұл бізде пропанол. Екеуінің де жалпы формуласы C3, H8, O болады. Осылай бізде бір атом спирттердің классикалық изомерленуін көреміз. Енді жай эфирлеу туралы бізде кейінгі сабақтарда жеке тақырып болады. Ол жерде бізде көбірек өтеміз бұл тақырыпты. Енді спирттердің химиялық қасиеттері. Біріншіден, спирттер сілтілік металдармен әрекеттесіп алкоголят деген зат түседі. Мысалға, менде CH3, OH плюс сілтілік металл. Сілтілік металдар бұл бірінші топ металдары. Яғни калий, натрий, магний деген. Калий, натрий, литий дегендей. Мұнда калий қоямыз. Сонда, біріншіден, сілтілік металл бұл жерде сутектің орнын басып алады. Сонда сутек сыртқа бөлінеді, бірақ та H1 деп жазылмайды, сутек. Сондықтан оны H2 деп жазуға тура келеді. Енді бізде пайда болады CH3, O, калий. Бұл калий алкоголяты, а именно калий метилаты деп аталады. Сонда, мынау калий метилаты болады. Мұнда егер теңестіру керек болса, теңестіру керек, CH3, мұнда 2, мұнда 2. Тағы да бір мысал. C2, H5, OH, бұл этанол, плюс натрий. Сонда H2 бөлінеді, плюс C2, H5, O натрий болады. Теңестіру үшін 2, 2, 2. Мынау натрий этилаты болады. Енді бұл момент түсінікті шығар. Сонда спирттер металдармен әрекеттесу кезінде сутек бөледі. Егер естеріңізде болса, бізде биорганиканы өткен кезде тура осындай қасиеттерді
қышқылдау көрсететін еді, H-хлор плюс калий десем, менде калий, хлориді шығады, плюс H2 бөлінеді. Осы H2. Мында 2, мында 2, мында 2 еді. Енді қараңыз, сонда спирттердің кішкене бір қышқылдық қасиеті бар деуге болады. Өйткені именно осы металдармен әрекеттесіп сутек бөлу реакциясы бұл қышқылдардың қасиеттері. Қышқылдарға тән қасиет. Енді қараңыз, бірақ та спирттер не совсем қышқыл. Мысалға, спирттерге мен егер сілтіні қосатын болсам, кәдімгідей натрий OH, литий OH, калий OH дегендерді қосатын болсам, бұл реакция жүрмейтін болады. Өйткені спирттер сілтілермен әрекеттеспейді почему-то. Хотя, өздері қышқылдық қасиетінің кішкене бір намегін көрсетеді, бірақ та до конца жеткізе алмайды. Өйткені олар сілтілермен әрекеттеспейді. Осылай біздерде мына пунктті есте сақтау керек. Спирттер сілтілі металдармен әрекеттесіп алкоголяттар түседі. Тура осындай реакция біздерде магниймен жасауға болады, немесе цинкпен жасауға болады. Енді ары қарай гидрогалогендер мен нуклеофильді орын басу реакциясы. Мында нуклеофильді деген түсініксіз сөз болғанымен біздерде былай. Оны в принципе қатты есте сақтау керек емес, просто мынандай механизм ол жерде. Қараңыз. CH3, OH плюс гидрогалоген, яғни H-хлор деген сияқты, біздерде бұл жерде сутек пен OH өзара әрекеттесіп H2 болып түседі, плюс CH3 хлор пайда болады. Бұл именно орын басу реакциясы. Тура осылай біздерде басқа да спирттер мен гидрогалоген қосуға болады. Мысалға, этанолға CH5OH плюс H-бром десем, тура сол реакция H2 бөлінеді, пайда болады менде галоген алкан C2H5 бром пайда болады. Мына жерде біздерде хлор метан еді, мында бром этан болады. Текс. Енді спирттердің дегидратациясы. Текс. Бұл енді қызық тақырып. Егер естеріңізде болса, біз бұл реакцияларды где-то алкендерде өтіп едік. Енді қараңыз, спирттердің дегидратациясын біздер екі жағдайда өткізе аламыз. Бұл бірінші жағдай, бұл температура 140-тан төмен кезде, немесе температура 140-тан жоғары кезде. Текс. Енді біріншісі температура 140-тан төмен алсақ. Яғни, текс. Мысалға, қай спиртті алсам? C2H5 этанол, OH, температура 140-тан төмен, сонда 120 градус деп алайық. Енді бұндай кезде не түсіледі? Текс 140-тан төмен. Бұл кезде бізде бүйтуімізге тура келеді. Мында біздерде 2 молекула этанол керек. Этанолдың бір молекуласынан мен OH алам, екінші молекуласынан сутек алам. Сонда OH мен сутек өзара әрекеттеседі, H2O пайда болады. Плюс менде біз жерде C2H5O қалып қалды, өйткені сутегі шығып кетті ғой сыртқа. Ал басқа жерде менде тек қана C2H5 қалды, өйткені OH шығып кетті. Сонда менде C2H5O C2H5 болады. Кішкене әдемі қылып жазса ғана жерде енді. Текс. O C2H5. Енді осы қосылыс біздерде қалай аталатын еді? Алдыңғы слайдтарда көрген едік. Бұндай қосылыстар біздерде жай эфирлер деп аталады, және де оларға атау беру үшін екі радикалдың атауын қою керек. Мында этил тұр, сондықтан бұл диэтил эфирі деп аталады. Диэтил эфирі. Енді тағы да бір мысал келтірсек, мысалға CH3, OH 130 градус селік. Градус негізі қатты важны емес, просто 140-тан төмен екенін белгілі болу керек. Все. Енді біреуінен сутек алып алдық, екіншісінен OH алдық. OH пен сутек әрекеттеседі бірімен. Сонда біздерде CH3, оттек и CH3 пайда болады. Бұл жағдайда мына қосылыстың аты біздерде диметил эфир деп аталады. Ары қарай, температура 140 градустан жоғары. Бұндай кездерде біздерде чисто дегидратация реакциясы жүреді, яғни суды бөліп шығару.
Текс, кімді алсам? Этанол, CH3, CH2, OH. 140 градустан жоғары, яғни пөменен 150 градус деп алсақ, уже жеткілікті. Енді біздерде бұндай жағдайда OH осы этанолдың ішіндегі сутекпен әрекеттеседі. Қараңыз, OH-ты алып тастадық. Мына көміртектің OH-ы кетіп қалды да, енді бұл көміртектен сутекті аламаймыз. Ну, то есть ұят болады, енді бір жерден екі затты да алып алсақ. Сондықтан оның көшісінен татып аламыз оны. Сөйтіп, мына көшісі сутегін беруіне тура келеді. Сутек пен OH әрекеттесіп, сонда CH2, O, CH2 пайда болады. Екеуінің арасында, поддержка ретінде қос байланыс пайда болады. Бұның аты біздерде этен, немесе этилен еді. Этилен, немесе этен. Текс, бұл бізде алкен еді. Енді, этивификация реакциясы. Текс, қараңыз. Спиртте мынандай бүтілі реакция түседі. Бұл бүтілі реакция күрделі эфирлердің түсілу реакциясы. Бізде жай эфир бар. Жай эфирді түсу үшін бізде дегидратация реакциясын 140 градустан төмен түсу керекпіз. Төмен градусты жүргізу керекпіз. Ал этификация реакциясы бұл кішкене жай эфир емес, уже күрделірек эфир пайда болады. Не үшін? Біздерде мысалға мынандай қосылыстар бар. CH3, COOH деген. Бұл бізде сірке қышқылы деп аталатын органикалық қосылыстар. Бұндай органикалық қосылыстар бізде карбон қышқылдарының классына жатады. Оны болашақта өтеміз, бірақ та просто қазір тизер. Енді қараңыз, органикалық осы қышқылдар сірке қышқылы. Біздерде спирттемен мынандай бүтілі реакцияға түседі. Мында қараңыз. Мында біздерде OH деген зат бар, и H деген зат бар. Екеуі бір-бірімен әрекеттесіп H2O түседі. Ал мында, қазір тоқтайтыңыз, мен кішкене наоборот істеп қойдым. Текс. Мында біздерде H кетеді, мында OH кетеді. Сонда пайда болады бізде CH3, COO и CH3. Текс, бұл енді кішкене ана эфирге ұқсамайды, да? Бұл бізде күрделі эфир деп аталады. Біріншіден бұл жерде метил радикалы бар, және де ацетат деген күрделі эфирдің катионы бар. Катион емес, анионы бар. Сонда бұл жерде метил ацетаты деп аталады. Немесе метил эфирінің сірке қышқылы деп аталады. Сірке қышқылы. Текс. Енді карбон қышқылдарының тұздарының аталуы, осы тұз ғой енді. Осы тұздардың аталуы бізде карбон қышқылдарының өзінде өтеміз. Немесе осы күрделі эфирлердің жеке тақырыбында өтеміз. Мен, по-моему, келесі сабақтарда күрделі эфир мен жай эфирлерді бірге қосып, бір сабақ ретінде өтемін. Өйткені ол жерде көп тақырып емес, негізі бірнеше реакция бар. Бұл алу жолдары және химиялық қасиеттері бойынша, және оларды әрине аталуы бойынша. Сөйтіп, подробнее біздерде күрделі эфирлерде болады все-таки. Енді осы жерді жазып алу керек. И келесі. Бір атомды спирттердің сапалық реакциясы. Сапалық реакциясы бұл жерде мыс оксидімен реакциясы болып келеді. Бұл жерде не түзіледі? Біріншіден спирт алайық. C2H5, OH. Оған осы оксидті қоссақ, мыс оксиді пайда болады бізде су. Мыстың өзі бұл тұнбаға кетіп қалады. Плюс CH3, C. Оттек бұлай, сутек бұлай кетіп қалады. Кішкен бүтілігі неде? Бұл зат біздерде альдегид деп аталады. Альдегид бұл келесі видеолар үшін тизер болып келеді. Бұны келесі сабақтарда өтеміз. Қазір оның тек қана атауын беруіміз керек. Болды. C2, сондықтан ол эт деген түбі қолданылады. Ал эт бұл жерде альдегид қой. Сондықтан бұл
этаналь болады. Этаналь. Этан деген түбі, мына жерде типа альдегидтердің короче фишкасы. Олар алкандардың аталуын қолданады, бірақ соңына аль деген затты қосады. Өйткені ол альдегид, этаналь типа. Енді ары қарай біріншілік спирттер бұлар альдегидтер түседі, ал екіншілік спирттер мысалға CH3, CH1, OH, CH3 десем, мыс оксидін қосайын. Енді міне, біздерде мынау екіншілік спирт, осында су пайда болады, мыс тұнбаға түседі, плюс біздерде сонда CH3, CH3 пайда болады, мұндағы сутек кетіп қалды, и қос байланыспен оттек төменге түсіп кетеді. Бұндай қосылыстарды біздер кетон дейміз. Кетон. Енді бұның аты пропанон деп аталады. Кетонда мен альдегидтерде бұл келесі тақырыптардың тизермен, трейлердегі болады бүгінгі сабақта. Енді оны келесі сабақта өтеміз подробнее. Сонымен, осы біздерде бір атом спирттердің сапалық реакциясы. Осы реакцияның нәтижесінде біздерде мыс оксиді тұнбаға түседі, осы тұнбаның түсі біздерде көк болу керек, по-моему. Текс. Егер жөн дейсің... нет, көк емес. Мыс бұл жерде қызыл андай налет береді. То есть, мынандай колбаның астында кішкентай бір тұнба сияқты жабысқақ металдардың андай ржавчина, тат сияқты сондай қызыл тұнба түсіріледі. Текс, теңестіру бойынша. Теңестіру керек емес бұл жерде, по-моему. Да. Енді келесісі алу жолдары. Так, спирттерді алу үшін просто алкендерді гидратациялауға болады. Мысалға, егер мен CH2 қос байланыс CH2 плюс су десем, біздерде су бұл H-OH деген қосылыс қой, сонда бір жерге сутек, бір жерге OH кету керек. Яғни CH3, CH2, OH болады. Бұл бізде этанол, Текс. Басқа, үлкенірек бір нелерді алсақ, алкендерді, оған су қосу кезінде. Егер естеріңізде болса, біздерде қос байланысқа H-OH қосылады, бірақ не просто так қосылады. Сутек өзінің бір спецификасы бар қосылуының, ол қай жерге қосылады емені? Сутегі көбірек жерге қосылады. Сондықтан бұл жерде CH3, CH и CH3 болады мұнда. Сутек мына жерде көбірек, мына жерде азырақ. Сондықтан мұнда OH, мұнда сутек кетеді. Пайда болды бізде пропанол 2. Пропанол 2. Енді, ағай. Сілтінің сулы ерітіндісімен галоген алкендер реакциясы. Текс. Сілтінің сулы ерітіндісімен галоген алкандардың реакциясы. Қараңыз, галоген алкан алайық. CH3 хлор плюс сілті калий OH и оның сулы ерітіндісі, су. Мұнда спиртті ерітінді емес, мұнда именно сулы ерітінді. Сол кезде біздерде калий хлорды өзіне татып алады, плюс CH3 қалады и әрине OH қалады, қосылып кетеді. Егер естеріңізде болса, біздерде мынандай реакция бар еді. Туа осы реакция, бірақ та сілті біздерде спирт болатын болса, кішкене үлкенірек алканды алмасақ, мына жер болмай қалады қазір. Текс. CH3, CH2, хлор. Енді бұл жерде калий мен хлор өзара реакцияға түседі. Калий мұнда OH, калийдің мұндағы көміртектің көшінен сутек татып алу керек. Сонда біздерде, так, мұнда стрелка не істеп тұр. Плюс H2O пайда болады, и әрине CH2, CH2. Екеуі біз жоғалтып алғандықтан поддержка беру үшін қос байланыс түзетін еді. Енді қараңыз, есте сақтаңыз. Калий OH спиртті ерітінді су түзеді, ал калий OH сулы ерітінді спирт түзеді. Кішкене біртүрлі, спирттен спирт пайда болу керек, бірақ бұл жерде олай жұмыс істемейді. Судан спирт пайда болады. Спирттен алкен пайда болады. Так,
түсінікті болды деп ойлаймын. Енді тағы да бір мысал келтірсем, CH3, CH2, CH1 бром плюс CH3. Калий OH сулы ерітінді. Пайда болады бізде калий бром плюс CH3, CH2, CH1 OH, CH3. Бутанол 2 пайда болды. Текс, аврай. Метанолды синтез газ арқылы алу. Синтез газ дегеніміз бұл көміртек моноксиді мен судың қоспасы болып келеді. Сонда екеуі реакцияға түскен кезде біздерде CH3, OH деген зат пайда болады. Теңестіру үшін 2 қойылады. Плюс, текс, мында. Мында, аврай. Егер тағы қоссам мен біз затты. Текс, су емес. Сутек. Да, осы бізде синтез газ деп аталады. Сонда теңестіру кезінде анда 2 қойдым. Оттек бір, көміртек бір. Все. Осы бізде синтез газ. Бұл жерде тек қана метанол алынады. Басқа спирттегі бұндай реакция жоқ. Енді ферментативті аштау. Қараңыз, негізі біздерде химияның жабылмастан бұрын, бұл ең ескі реакциялардың бірі. Бұл даже химия, в принципе, ғылым ретінде жоқ кезде де бұл реакцияны адамда қолданатын еді. Бұл реакция именно ашыту реакциясы. Көбінесе қантты ашытқан кезде, қант бұл глюкоза, С6, H12, O6 деген. Енді, мында бізде ферментте қосатын болсақ, осы реакцияға фермент. Енді қараңыз. Фермент дегеніміз бұл именно андай ашытқы, дрожж, бактериялар. Тәтті затты ашытатын бір любой затты қосу керек. Оны белгілі бір уақытқа тастап кету керек. Сол реакция сол уақыт бойы жүретін болады и біздерде CO2 газы бөлінеді. Өйткені, мысалға егер бүйтсеңіз, сіз бір бочкаға көп жүзімді алып, оған қант қосып, кішкене су қосып и оған үстіне дрожж лақтырсаңыз, біздерде брожение деген зат болады, ашыту реакциясы. Сол кезде CO2 бөлінеді. Сол үшін сол бочканы бір айдан кейін ашқан кезде біздерде андай бүтілі иіс шығатын болады. Именно осы CO2-нің иісі. Енді плюс біздерде тағы C2, H5, OH пайда болады. Бұл этанол. Осылай біздерде вино алынады, осылай біздерде кез келген алкогольді қосылыстар алынады и кез келген әрине, осындай заттар алынатын болады. Теңестіру үшін мында 2, мында 2. Все, болды. Ферментативті аштау бұл глюкозаның фермент қатысында аштауы. Өнім ретінде біздерде көміртек диоксиді, яғни көмірқышқыл газы мен этанол бөлінеді. Осымен біздерде бір атомды спирттер бойынша тақырыптың талдауы аяқталады. Келесі видеода осы тақырып бойынша практикалық бөлім шығатын болады. Сол видеоларда кездескенше сау болыңыз.